Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, өте оңай жасалынатын тюльпан самсасының видео рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантып тұрыңыздар. Өте дәмді, сочный, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылмасаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Ең алдымен сары майымызды осылай теркадан өткізіп алатын боламыз. Және де осы өткізілген барлық сары майымызды қолымызбен крошка тәрізді етіп үгітіп алатын боламыз. Ендігі кезекте сметанамызды ұнымыздың үстіне қосамыз. Сметананың проценті маңызды емес, кез келген сметана болады. Оның үстіне жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қопсықыш қосып, қолымызбен жақсылап қамырымызды елетін боламыз. Достар, қазақша контент, қазақша футбологтың дамуына үлес қосып, каналымдағы қызыл подписаться батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Толық рецепті видеоның астындағы батырмасын бастаңыздар, описание бөлімі шығады, сол жақтан қарасаңыздар болады. Қамырымызды осылай жақсылап елеп алатын боламыз, және де оны осылай ұзынша етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп созып алып, оны бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне 20 штуктай самса шықты. Оны дөңгелек қылып, бір формамызға салып, үстін пакетпен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін біз ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Фарш саламыз, пияз саламыз, және де бір картоп саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, зира қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Енді самсаның қамырын оқтауның көмегімен дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Жайылған самсаның қамырын дәлді ортасын кесіп аламыз пышақтың көмегімен. Одан соң ішіне салмамызды салып, астын осылай видеода көрсетілгендей етіп жабыстырып, айналдырып, астын тағы да қолымызбен барлық жерін бір тегіс жабыстырып шығатын боламыз. Барлық самсаларымызды тюльпанның формасында түйіп аламыз. Және де сіздерге тағы да бір көрсетіп кетейін. Мұқият қараңыздар, тағы ортасын кесіп аламыз. Ішіне салмамызды салып, ішіне аз салсаңыздар да болады, көп салсаңыздар да болады. Осылай салып, тағы да айналдырып, астын жабыстырамыз. Одан соң тағы да айналдырып, астыңғы жағын түйіп шығамыз. Енді самсамыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын сүртіп, үстінен күнжітімізді себеміз. Дайын болған самсамызды 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз өте әдемі болып пісіп шығады. Сіздерді міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Және де осы видеоны достарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, өте дәмді, қамыры да өте жұмсақ болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.